Бүгін сіздермен алма қосылған құймақ жасайтын боламыз. Енді дәмі деген тіл үйрет, міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Ол үшін бізге 500 мл сүт, 2 жұмыртқа. Бұл жерде бір жақсысы сіздерге миксер, блендер деген керек емес. Тек қана венчик керек болады. Венчик пен жұмыртқаны екеуін араластырасыздар. И дәміне қарай өзіңіз 3-4 қасық қант қосыңыз. Мен өзім 3 қасық қант қостым, бірақ өте дәмді болып шықты. Өйткені алманың шырыны бар деген сияқты. Және одан кейін шым-шым тұз қосып, венчикпен араластырып аласыздар. Одан кейін 200 грамм ұнды 4 бөлікке бөліп, 3-4 қасықтан салып отырып араластырасыздар. Достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және подписация батырмасын басып, мені жоғалтып алмаңыздар. Мен каналыма аптасына 3-4 видео салып отырамын. Менің рецепттеріммен пісіріп көрсеңіздер, өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады. Ары қарай 2 ас қасық сұйық май. Оны венчикпен тағы бір рет араластырып аласыздар. Құймақтың салмасы осындай кішкене сұйықтау болып келеді. Басқа құймақтардың салмасына ұқсамайды. Ары қарай 2 кішкентай алма немесе бір үлкен алманы аласыздар. Және терканың ең кішкентай жағынан өткізіп аласыздар. 2 алманы өткізіп болғаннан кейін осындай қою алма болып шығады. Пюре сияқты. Бұны салмаға қосып, тоже араластырып аласыздар. И содан кейін салмамыз дайын. Құймақты пісіру барысында ең басында кисточкамен кішкене сұйық май жағып аласыздар. 3-4 блиннен кейін соны қайтадан кисточкамен қайталап отырасыздар. Сонда блиннеңіз асты жабыспай күшті болып піседі.